бізде теңсіздіктер бөлімінің теңсіздіктер тақырыбының екінші бөлімі квадрат теңсіздіктер және модульдік теңсіздіктер. Енді квадрат теңсіздіктер квадрат теңдерді шешуді үйреттік өткен сабақта. Квадрат теңсіздіктер соған ұқсайды. Енді біз тура осының алдыңғы бөлімде де мысалы толымсыз квадрат теңдеуге қатысты нәрселерді шешуді үйреттік. Енді жалпы квадраттық теңсіздік берілген кезде жалпылама айтқанда бір ақ әдіспен шешіледі. Дәл сол әдісті көрсетейік. Мысалы сіздерде мына қандай да бір квадрат теңсіздік беріледі, иә, әртүрлі. Мысалы біздің жағдайда біз алдық x квадрат минус 2x минус 3 үлкен 0-ден деп алдық. Иә? Енді осы шешейік. Бірінші не істейміз? Тура недегідей аламыз. Квадрат теңдеудегі 2 мәнін тауып аламыз. Дискриминант 2-ның квадраты 4 минус 4 көбейту минус 3 12, 4-ке қоссақ 16 ол 4-дің квадраты болады екен. Минус 2 еді, плюс 2 қоямыз, плюс минус 4 бөлінген 2. Енді x1 және екінші мүшелер бар деп есептейміз. Есептеген сразу осылай жаза береміз. Өйткені тестте отырған кезде ол x жазуыңызға қарамайды, сіз не астында шығардыңыз ба, дұрыс па, жоқ қосқан қарайды. Тең x-ің екі мүшесін табамыз. 2 плюс 4, 6 2-ге бөлсек 3. 2 минус 4, минус 2 2-ге бөлсек минус 1. 3-те минус 1 шықты, теңсіздік тұр. Енді не істейміз? Енді бұлай теңсіздік саласыз, минус 1-де саласыз және 3-те саласыз. Енді қарайық, x квадраттың алдына қараймыз. Қандай? 10. Алдыңғы сабақта айтқандай, аралықтан стрелка жақтан бастап 10-ды белгілейміз. 10 плюс болады, минус плюс. Көп жағдайда осындай болады. Егер алды теріс болса, онда керісінше болады. Так, мысалы мынандай дейік, 3, так, мында минус 1, мында 3 дейік. Егер алды теріс болған болса, егер минус болатын болса x квадрат. Я минус болған жағдайда, дәл мынау плюс болған жағдайдағы қарама-қарсы болады. Так, салайық. Так, мында қисық болып кетті. Минус 1 және 3. Енді плюс минус болды, ол қандай жағдайда? Ол плюс болған жағдай. Минус болған жағдайда керісінше болады. Минус плюс минус. Енді біздің жағдайда плюс берілді, есепті до конца аяқтайық. Белгіледік, таңбаралықтарды жаздық. Енді қараймыз. 0-ден үлкен. Мына теңсіздіктің жауабы 0-ден үлкен деген сөз. Мына плюс аралықтар бізде есептің жауаптары болады деген сөз. Ол екі рет қиылсамаңыз, бізде себеп жүйе емес. Сонда жауабы шығады. Минус шексіздіктен басталып, минус 1-ге дейін, бірігу 3-тен бастап плюс шексіздікке дейін. Ал екеуінде де жай қойылатын себебі теңсіздіктердің алдында тең деген нәрсе жоқ. Бұл нәрсе түсінікті. Енді бізде квадрат теңдеу жалпы осылай шешіледі. Барлық түрі. Енді бізде келесі модульдік теңсіздіктер. Модульдік теңсіздіктер екеуі бірдей, айырмашылықтары теңдеу біреуі оң жақ қарап тұр, біреуі сол жақ қарап тұр. Осыда. Себебі осы екеуінің шығарылу жолда бірдей, бірақ жауаптары мүлдем басқаша болады. Енді шешейік, екеуін бірдей шешіп отырайық. Екеуі де модуль. Қарайық. 2x минус 3, так, модуль бойынша не істейміз? Тура теңдеу шешкендей. 2x минус 3 үлкеніне тең 1 дейміз. 2x минус 3. Енді мына жақта теріс болып есептеген екен, мынамда кері айналдырып жібереміз, минус 1. Теңдеуді осылай алатын едік. Тура осыға 1 көшіреміз және сыртын минус деп 1 аламыз. Бірақ сыртын минус 1-ге көбейткеннен кейін теңсіздік міндетті түрде ауысады. Бұл енді қарайық. Мынау егер бізде берілген модуль, яғни теңсіздік ішінде берілген модуль, бос мөлшерден қандай үлкен болған жағдайда, үлкеніне тең или үлкен болған жағдайда біз мынандай нәрсе қоямыз. Мына екеуі бірігу деп аталады мынау. Енді мынаны шешейік. Бұны да дәл осылай жазамыз. 2x минус 3 көшіп жазамыз. Кішіне тең 1-ден 2x минус 3 үлкеніне тең минус 1-ден. Бірақ бұл жүйе болады. Себебі неге? Өйткені теңсіздігіміз, яғни мына модуліміз теңсіздіктен кіші деп есептелінді. 1-ден кіші. Жүйе деп есептейміз. Енді мынаны шешеміз. Так, жауаптар неше шығады? Сразу айтайын, жауабын x минус 3 плюс 3 болып өтеді 4, 2-ге бөлеміз, 2 болады. Минус 3 плюс 3 болып өтеді, минус 1-ге қосылса плюс 2, 2-ге бөлсек, неше болады? 1 болады, кішіне тең 1-ден. Енді мына жүйені шешеміз. Минус 3 плюс 1 өтеді 4, 2-ге бөлеміз 2. X кішіне тең 2-ден, минус 3 плюс 3 болып өтеді, минус 1-ге қосылса 2 болады, 2-ні 2-ге бөлеміз 1. X кішіне тең 1-ден. Екеуін таптық. Жаз қойдық. Енді не істейміз? Енді сан өсіне саламыз. Мынаның сан өсі және мынаның сан өсі. Негізінде шынында екі есеп тек бірдей шығарып көрсетіп аламын. Жазамыз. Бірінші 1 тұр, екінші 2 тұр. Таңбаралық танытып керек жоқ, себебі қайсыдан үлкен екенін көріп тұр. Мысалы, бір жерге қараймыз.
x-іміз 2-ден үлкен. 2-ден үлкен аралықты белгілейміз. x-іміз 1-ден қандай кіші аралықты белгілейміз. Мынаға мән берейік. 1 және 2. 2-ден x-іміз қандай? Так, кіші, иә? Кіші болса мына аралық. 1-ден үлкен. Мына аралық болды. Енді қарайық. Сіздер айтыңыз мүмкін, мынада жауап жоқ деп. Себебі неге? Өйткені мұнда 2 теңсіздік, жауаптар қиылысқан жоқ. Бірақ теңсіздік біз не үшін айттық? Мына бірігу не үшін қойылады дедік? Бірігу мына модуль үлкен болған жағдайда бірігу қойылады. Ал бірігу қойылған жағдайда ол қиылысу маңызды емес. Яғни қай аралық боялды, сол аралық жауап болады. Жауабы, мысалы мына есептің жауабы тең болады. Бізде минус x-тен 1-ге дейін бірігу. Енді бізде теңі бар, тең болғаннан кейін 1-ге тік жаққа қойылады. Бірігу 2-ден мында плюс x-ге дейін. 2-ден плюс x-ге дейін жаздық. Уже мына есептің жауабы. Егер дәл осы жауап мынада келген жағдайда біз айтамыз. 2 теңсіздік бар, екеуі қиылысқан жоқ, есептің жауабы болмайды. Ал бірігу болғаннан кейін ода есептің жауабы болады. Ал бірігу не үшін қойылады дедік? Бірігу мына модуль үлкен болған жағдайда. Мынада енді түсінікті, екеуі қиылысып тұр, жауабы болады бізде 1-ден 2-ге дейін. Екеуінде тік жақша. Модуль теңсіздіктердің несі жаңағындай айырмашылығы да бірігу және теңсіздік. Сіздер қарайсыздар, модуль үлкен ба, кіші ме, жоқ па? Квадрат теңсіздіктер жалпы осы тәсілмен шешіледі. Енді қалған бірең-сараң есептер кездессе, оны практика барысында шығаратын боламыз.